Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз жіктік жалғауының жекеше түрі. Жіктік жалғауы қимыл иесінің кім екенін білдіреді. Жіктік жалғауының жекеше түрінде есімдіктің 4 түрі қолданылады. Олар мен, сен, сіз, ол. Мысалы, мен келдім, сен келдің, ол келді. Мен бардым, сен бардың, сіз бардыңыз, ол барды. Мен жаздым, сен жаздың, сіз жаздыңыз, ол жазды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!